Sanmasından oğlanlar жақсы отырғанбыз. Қазір сабағымызды бастамас бұрын біз сыныпты, яғни топқа бөліп алайық. Ал, жақсы. Қазір көріп отырсақ, досы бойынша аты жөндерімізді мынау бірінші топ, яғни дос тобы, екінші топ жолдас тобы, үшінші топ бауыр тобына ауысайық жәнеке. Biz sabaqda бастамас бұрын сендермен бір нақты сөз әзмесем. Кімнің досы жақсы болса, өзі де жақсы болады. Кәдімгі өз пікірлерін айтсын десе, мынау нақты сөзге қалай түсіндік? Қажетті. Сенің ортаң қандай болса, сен өзің тікелей соларға қарай еліктеп, өзіңде мінезің тікелей соларға байланысты, соларға ұқсас болады. Тамаша, кімнің қандай тағы қосары бар? Ортаға қарап бой түзейсің. Ортаға қарап өзінің бойын түзейді, яғни жақсылыққа қарай. Жақсы. Екінші, өзіңе қарай достанда күшіңе қарай жүк көтер дейді. Кім айтады? Айта ғой. Өзіңнің мінезіңе қарап, өзіңнің біліміңе қарап дос таңдайсың. Тамаша. Айтқан нақты сөздері жалпы өзіміздің өмірдегі, өзіміздің жанымызда жүрген достарымыз туралы айтылып отыр, иә? Жақсы. Öyleyse балалар бүгінгі біздің сабағымыз тақырыбы қандай болмақ? Достық тақырыбында болады. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз достық өлкенің заңы. Ал оқу мақсатымыз балалар біздің бүгін немен келіп шығамыз? Проблемалық сұрақтарға туындалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру және салыстырып талқылау. Ал енді әдем бойынша етістіктің көсемше есімше түрлерін тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану. Соның ішіндегі бүгінгі өтетініміз тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану. Ал балдар, mesela қазір сабақта біз бір бейне жазба, аудио жазбамен тыңдатайық. Осы аудио жазба бойынша жақсылап мұқият тыңдаңдаршы. Мұхтар Шаханов. Бір қанша салауат досыңды, өмір бізді ерте үйірді бейіне. Сәби кезін білгенетін досыңды, ертіп бардым нағашымның үйіне. Сәбилік шақ, сүттей аппақ кезең бұл, аңғал, бейқам, балуақтай сыңғырлы. Досым кейіп көремін деп әжемнің, амносуда көз әйнегін сындырды. Енді қайттық, амаларда азайып, құтылуға өткеміз деп тарықтық. Досым менің ұян елі қашайып. Әжем өте қатал еді жарықтық. Бала мұнша бола екен мазасыз. Қане, қайсың көз әйнекті сындырған? Деді әжеміз. Қалдырмаймын жазасыз. Сындырған кім? Алдыма кеп тұр жолдан. Енді қайттық, кім ұсынбақ көмегін? Бұл құрсықтан құтқармақтан досымды мен сындырдым. Кешіріңіз, мен едім. Дейді үнсіз төмен салып. Балалар, енді қараңдаршы, біз қазір аудио жазбаны тыңдадық. Енді қалай ойлайсыңдар, әже кімді жаза алады? Немере баласын. Көтереміз? Яғни немере баласын жаза алады. Жақсы. Ал енді қонақ бала көзенекті сындырғанын мойындады ма? Мойындамады, иә? Өлеңнің қандай қорытынды шығарар едіңіздер өлеңнен? Досын ақтап тұр. Досын ақтап тұр, тағы да? Адал доспен сенімді дос екенін дұрыс айтасыздар, иә? Енді осы тыңдалған аудио жазбаның жауабын тыңдап көрейікші балдар. Тыңдағанда кім өлең шумағымен берілген, кім оқиды кәлікен? Оқып жіберейік. Тұрамын. Шіркін адам табиғаттан ай саңқырлы. Қанша ашулы болған өлең өсіріп, әжем мені жазалаусыз қалдырды. Қажетті жалғастыра ғой. Лезде қайта көтеріліп еңсеміз, көңіліміздің айдынында күн күлді. Сол сәттен сыбыр етті, сенбеңіз, көз әйнекті қонақ бала сындырды. Жаңағыда біз сендерге айтып өттік қой. Мына өлеңді оқыдыңдар жауабын. Енді әже жазалады ма? Жазаламаған, иә? Онда өлең шумақтан байқасын. Енді қонақ бала көзенекті сындырғанын мойындады ма? Неге? Ау? Әжесі қатал болғандықтан қорыққанынан оны мойындаған жоқ. Мойындаған жоқ. Ал бірақ Бәрібір де біліп қойдың әжесі айтып қойды. Дұрыс айтасың. Енді Одесса балдар бізде қазір грамматика бойынша тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану деген жазамыз. Енді қазір өтетін тақырыбымыз бізде кез келген етістік не істелген, не қайда
сұрақтарға жауап берейік, иә? Отыр, тұр, жат, бар, сөйле, мысалға. Ал енді соған біз түйілесін жұрнағын жалғаса, қалай болады екен? Яғни бізде түйілесін жұрнағы у деген әріп. Осы у әріпі арқылы біз сөзімізден түйілесін жасаймыз балалар. Енді қараңызшы балалар. У әріпі. Мысалға, тұр, у, отыр, у, жазу, сөйлем. Сонда қарап сөйле деген сөз түбір болса, оған у деген жұрнақ жалғанып отыр. Ал енді осы сөзден, яғни түйілесін, түбір сөзге түйілесін жұрнақ жалғанады. Одан кейін ол көптеледі, көптік жалғау жалғанады. Лар, лер, дар, дер. Сонымен қосымша ол тәуелденеді. Ал жіктелмейді екен балалар. Енді бізде қазір сендерге мынандай бір осының қандай да бір сөз алсақ, оны біз тәуелді жалғауға жалғаймыз. Мысалға, ескер, ескеру түйілісі арқылы жасап тұрма? Менің ескеруім, сенің ескеруім, екінші сыпайы жағы, сіздің ескеруіміз, үшінші жақ, оның ескеруі. Ал енді соны көпше түрде келтірсек, біздің ескеруіміз, сендердің ескерулерің, сіздердің ескеруі. Енді балдар, бізде келесі тапсырма, мынағында жаңа мен сендерге айтып өттім, ол яғни көптеледі, тәуелденеді, септеледі дедім. Атау, іліп, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септігі бойынша, жет септік бойынша біз кез келген етістікті алып, оны біз септейік. Мысалға, сынау, сынау, мысалға, атау, не? Сынау, іліп, ненің? Сынаудың, барыс, неге? Сынауға, табыс, нені? Сынауды, жатыс, неге? Сынауға, шығыс, неден? Сынауға, көмектес, немен? Сынаумен. Сонда қарап осында балалар бізде тек қана етістік, түйілесін жалғану арқылы, ол тек қана жүктелмейді бізде жалғаудың ішіндегі, бірақ тәуелденеді, септеледі, көптеледі екен. Жақсы, ондайса балалар қазір сендерге кітапты ашамыз. 96 бет ашасыз балалар. 96 беттің ең үстінде тапсырма тұр, балалар үшінші тапсырма. Ал осы мәтінді оқиыншы кәнекей, сендерге 1 минут уақыт. Балалар уақыт болды, ондайса бері қарайды. Қараңдаршы балалар. Біз қазір ғана мәтінді оқыдық. Енді осы мәтінді қараңдаршы. Дос және жолдас сөздерінің қандай айырмасы бар екен? Дос өзіне ерекше жақын адам. Дос өзіне ерекше жақын адам. Жақсы. Жақсы. Дос айтасыңдар, ә? Жақсы. Ал, айта ғой. Онымен кез келген тақырыпта сөйлесу мүмкін, ыңғайлы, жақсы. Ал тыңдалым мәтінмен салыстырсаңдар, екеуінің идеясы ұқсастығы бар ма? Бағана біз бір тыңдалым мәтін жасадық, және қазір оқыдық мәтіні. Осы екеуінде ұқсастық бар ма екен? екеуі достық аралығы туралы тағы да? Шыншылдық, жақсы, тағы да? досына деген адалдығы, махаббаты. Тамаша, жақсы. Ондайса, балалар, бізде келесі тапсырма осы бойынша енді сыни сұрақтар. Біз жалпы досты түсініп жатырмыз, дос дегеніміз не, жолдас дегеніміз не, ал енді соның өзі сүйіспеншіліктен тұрады. Досқа деген сүйіспеншілік, жолдасқа деген сүйіспеншілік. Адамдардың жалғыз қалғанда достарын аңсауымен себебін неге түсіндіресіңдер? Қол көтереміз кәдімгі. Ол адамның ешкімге айтатын сыры мұңы болғандықтан, ол досын сағының өзінің сырын мұңын бәрін ақтап, сол досымен сырласады. Келісеміз ба? Мәтінде келтірілген шын дос ұғымын қазіргі замандағы қарым-қатынасымен салыстыра аламыз ба? Неге салыстыра алмаймыз? Қазіргі заманда шын дос табу өте қиын. Шын дос табу өте қиын. Адал дос пен арам дос болады. Жақсы. Әлі досы бойынша мақал мәтел бар ма? Дос шығарып айтады, дұшпан айтады. Тамаша.
Kelesi, metindeki avtorдың ойлары саған қаншалықты әсер етті және қандай тұжырым жасауға болады? Достар шыншыл болуы. Жақсы. Жақсы. Аял. Адам достар шыншыл болуы. Ерінді болуы. Және? Әрқашан бағалау керек, көмектеу керек және сыйлау керек. Сақсүйекке болады. Достық туралы көзқарастарыңыз өзгерді ме? Және неге? Неге олай ойлайсыңдар? Жанымыздегі адамдар шын достарымыз айтамыз. Біз осы жердегі мынау мәтін бойынша сұраққа толық жауап берсек, енді сендерге осы дос туралы мен тәсіл әдісі бойынша қимағаздар таратамын. Осы қимағаздарға сұрақ жауап арқылы тиісті орынға орналастырамыз. Яғни мына жерде дос тобы тәсіл әдісі осы тапсырманы орындаймыз да қазір үш топ бірін-бірінің жұмысын дұрыс тапты ма, дұрыс орындады ма, соны тексеріп шығамыз. Платформамен біз жұмыс жасаймыз. Яғни бұл жерде бізде етістіктер берілген. Осы етістіктерге жаңа біз журналын талдаймыз. Журналын талдаған кезде сөздер пайда болды. Сол сөздерімізді, яғни біз қазір осы түбірінен жұрнақты табуымыз керек. Келе ғой. Түйінесін жұрнағы. Жақсы. Тамаша. Келе бер. Айнұр. Кел, кажется, кел. Жәмел, кел. Түйінесін жұрнағы. Жұрнағы. Түйінесін жұрнағы. Жақсы. Тағы кел оны. Кел. Есептен бірі түйінесін жұрнағы. Үш топқа дос тобы, жолдас тобы, бауыр тобы. Яғни берілген түйінестерді түрлендіреміз. Яғни тәуелді жалғауды жасаймыз және септік жалғау арқылы жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашамыз, бүгін күн жазамыз. Бүгін нешесі? Қарашаның 22-сі сынып жұмысы дейміз да, түйінестіктің тапсырмасын орындаймыз. Бірінші топ яғни дос тобына тұру, отыру, шомылу деген сөз берілген. Екінші топ жолдас тобына есептеу, құрастыру, істеу берілген. Бауыр тобына қайталап, қолдану, ұстау деген сөздер берілген. Яғни осы сөздерді бірінші түйінестік арқылы оны тәуелдейміз және оны септік жалғауды жалғаймыз. Қазір сен тәуелді жалғау арқылы жекеше формасын жасадың, енді көпше формасын жасадың. Бірінші жақ біздің есептеуіміз, екінші жақ сендердің есептеулерің, сыпайы түрінде сіздердің есептеулеріңіз, үшінші жақ олардың есептеулері. Тәуелді жалғау дұрыс, септік жалғау жолында келесі дұрыс екен. Жақсы. Балалар, ондай болса келесі тапсырма бізге мынандай платформа арқылы оқылым мәтінінің мазмұны және түйіндестік әдісен бойынша құрастырылған тест сұрақтарына жауап береміз. Мінекей. Алған білімдерін қазір мына платформаны көріп отырмыз. Енді осы жердегі алған тест орындау барысында және сабақ бойынша берілген тапсырмаларға жауап берулеріне қарай өздерінің тиісті бағаларын қоямын журналға білім классқа. Бүгінгі сабаққа
алған әсерлерін тапсырма беріп тұр, яғни осы 3 сұраққа жауап берсек. Яғни сіз жаңа ақпаратты ала алдыңыз ба? Я бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Себебі мен тұйық етістік туралы білім алдым, түгелдей түсініп, маған өте қызықты болды. Себебі мен достым қадірін және де тұйық етістік туралы жаңа білімдер алдым. Үйге тапсырманы орындап келеміз. Сау болыңдар. Сау болыңыз.